Ақырағында бесіншіден Қазақстанның Ресеймен біртұтас экономикалық кеңістігі уақыт өте келе міндетті түрде біртұтас саяси кеңістікке айналып, біздің еліміз үшін осыған байланысты және тарихтан белгілі зардаптарға ұласып кетеріне еш күмән жоқ. Кезінде Қазақстанның бастапқыда Ресейге протекторат ретінде өз еркімен қосылуы көп ұзамай метрополия мен отар арасындағы бір жақты қарым-қатынасқа айналып кетті емес пе? Төбеттің астына келетіні белгілі. Бұл менің әлгі айтқан мағынаның негізгі мағынасы. Енді міне көріп отырғанымыздай баста біреу емес. Ресей Федерациясының бүгінгі басшысы президент Путин осы қазір ғана орын алған Украинаға қарсы қарулы басқыншылықпен Қырымды аннексиядан кейін көптеген ресейлік саясатшылар мен қоғам қайраткерлерінің өзі фюрер, Гитлер рахмет. Көріп отырғанымыздай басқа біреу емес, Ресей Федерацияның бүгінгі басшысы президент Путин осы қазір ғана орын алған Украинаға қарсы қарулы басқыншылықпен Қырымды аннексиялаудан кейін көптеген ресейлік саясатшылар мен қоғам қайраткерлерінің өзі фюрер, Гитлер атап кеткен Путин біздің солтүстік көршімізбен қандай да болса одақ құруға қарсы жоғарыда айтылған дәлелдердің толығынан негізді екендігін еш күмән қалдырған жоқ. Кремльдің Лимонов, Жириновский, Штыгашев сияқты жарышыларының бүкіл бұрынғы кеңестік республикаларды орыс жерлері деп мәлімдеуіне сәйкес, оларды кері қайтару жөнінде бұрыннан дайындалған реванштық жоспарлы дандырлата жария қылған путлерлік Ресей қазір ашықтан ашық 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы Гитлер Германияның ізімен кетті. Ал егер Ресей Федерациясының басым бөлігі Кремльдің ғасырлар бойы жерлер мен халықтар жинау, яғни көрші елдерге жасалған одақшылық басқыншылықтар нәтижесінде қосып алған өзге халықтардың жерлері болып табылатын. Сондықтан тек Ресейден тысқары ғана емес, оның өз ішінде де Валдай қыратынан басқа аймақтарда орыс жерлері жоқ және болуы да мүмкін емес екенін ескерсек, орыс жерлерін қайтару сөз тіркесін КСРО-ны қалпына келтіру деп түсіну қажет. Ресейдің Қырым жорығы аталмыш мақсатқа жету үшін Мәскеудің ешқандай амал тәсілдерден жиіркенбейтінін анық көрсетіп берді. Бұл үшін өз жасаған мемлекетаралық және халықаралық келісімшарттарды, сондай-ақ өз ең жоғары деңгейде берген кепілдіктерді өрескел бұзуға дайын және бұзды да. Осы ақиқаттың талассыз дәлелі Будапешт меморандумы шеңберінде Украинаның қауіпсіздігіне кепіл елдердің бірі бола тұра, Ресейдің өзі бұл елге қарсы басқыншылық әрекет жасап, шектен шыққан және еш ақылға сыймайтын озбырлыққа барды. Ал бұл егер ақиқатқа жүгінер болсақ, тұтасынан алғанда бүкіл жер шарындағы қауіпсіздік жүйесінің тамырына балта шабу. Өзінің жауапкершілікпен жұрдай осы саясатымен Кремль сондай-ақ Германияның тұңғыш канцлері Отто фон Бисмарктың Ресеймен кез келген келісімшарттың құны ол жазылған қағаздың да құнына тұрмайды. Және орыстарға ешқашан сенбеңдер, өйткені орыстар тіпті өздері сенбейді деген сөздерінің дұрыстығын дәлелдеді. Егер Ресейдің өзіне туысқан ел Украинаның онсыз да қиын ішкі бүліншілік жағдайын пайдаланып, оның ту сыртынан пышақ ұрған сатқындық әрекетін ескерсек, онымен қазақтардың әлдебір одақ жөнінде сөз қылудың өзі бекершілік болса керек. Сондықтан ұлы держава ретінде тырнақшада тізесінен тұрып жатқан Ресей үшін бірдеңені қажет және тиімді деп есептесе болды. Кремльдің кез келген мемлекетпен жасасқан кез келген келісімшартты оп-оңай құр қағазға айналдырып жіберетініне ешқандай күмән жоқ. Ал бұл бірінші кезекте әлбетте Ресейге қайтарылуға тиіс тырнақшада орыс жерлері бұрынғы кеңестік республикаға қатысты екені түсінікті. Және осы тұрғыдан алғанда қазір Еуразиялық экономикалық одақ жөнінде келісімшарт жобасының мазмұнын талқылап әуре болудың да түк мән мағынасы жоқ. Өйткені ол қаншалықты жақсы жазылған болса да, оған қол қойылғаннан кейін Путлерге дөрекілеу түрде айтар болсақ,
ол қағазбен әжетханаға барып, одан соң оны қажет қылмай лақтырып тастау, және сонымен қатар бұған қарсылық жасауға батыл барғандардың барлығында сол әжетханада слейте салу түкке тұрмайды. Замочим туалеті деген оның адақ сөзі ғой. Қорыта айтқанда сортирия. Қорыта айтқанда мұндай жағдайда Қазақстанның Ресеймен қандай да болса одақ құру жөнінде келісімшарт жасасуын мен саяси езуастық, ұлттық сатқындық және мемлекеттің өзін жою деп есептеймін. Сондықтан өзінің ұлттық, діни, әлеуметтік және басқа тегіне қарамастан біздің еліміздің адал азаматтары болып табылатын әр адам мұндай келісімшартқа қол қоюға қарсы тұруға, ал оған қол қойылған жағдайда оны заңдық күші бар құжат ретінде ешқашан мойындамауға міндетті деп білемін. Осы менің алдында сөйлеген баяндамашылар экономикалық тұрғыдан басқа жағынан негіздеп Еуразия одақтың қаншалықты қауіпті екенін дәлелдеп берді. Соның ішінде дастан не істеу керек екенін айтты. Бірақ менде бір үлкен күмән бар. Біздің сол Украинадан бір үлкен айырмашылығымыз бар. Украин халқы мынау Евромайдан кезінде өзінің шын мәнінде халық екенін дәлелдеді. Атылған оққа, қысымға, қорқыту үркітуге ештеңе қарамастан украиндар бәріне шыдап, ақыры жеңді. Жеңді де өздерінің Назарбаевын қуып жіберді. Украинаны да Ресейдің қолтығына алып бара жатырған Янукович деген сатқынды шекара асырып жіберді. Ал біз мінекей 20 жылдан асты өзіміздің Януковичтен құтыла алмай отырмыз. Демек барлығы да осыған келіп тіреледі. Барлығы осыған келіп тіреледі. Бәрін айтты, бірін айт. Назарбаевтан құтылмай, оның режимінен құтылмай, біз мына қауіп қатердің ешбірінен құтылмаймыз. Сондықтан да біздің бар күш-жігеріміз, барлық іс-әрекетіміз Қазақстанда Назарбаев пен оның режимінен құтқаруға бағышталу керек. Сол кезде біз тәуелсіздікті сақтаймыз, еліміздің тұтастығын сақтаймыз, қазына байлығымыз сақтаймыз, халқымыз сақтаймыз, бәрін сақтаймыз. Ал ол болмай, мына қауіп төлетте тұрады, ертең қол қойып, бізден апарып тыққаннан кейін, көресіздер, оның өзі бас болып, әлде қашан шетелде дайындап қойған виллалары бар, тағы басқалары бар. Отбасылар сонда өмір сүріп отыр. Тайып тұрады. Біздің халықты отқа тастап кетеді. Міне сол болмау үшін де біз қырғыз бауырларымыздың үлгісімен, украиндардың үлгісімен өз билігімізді өз қолымызға алуға тиіспіз. Айтпақшы қалай. Евразийство идейini терең интеллектуалдық түрде, әдіснаме түрде сынайтын баяндама бар. Андрей Свиридов дейтін өзіңізге танымалы журналист соған берді. Меня организаторы просили сделать некий обзор именно истории евразийства как идеи и идеологии евразийства. Я это сделаю, хотя, насколько смогу, хотя, честно говоря, считаю, что этот вопрос сейчас уже как будто и не такой актуальный. Мне бы, например, более актуальный, я тоже, если успею, об этом скажу, почему я лично против Евросоюза из-за сохранения независимости Казахстана без тех угроз для нее, которые влечет подписание Евросоюза. Вот знаете, вот аннексия Крыма, захват, аншлюз, как его только не называют, и все справедливо, и все слабо, потому что трудно вообще найти такое слово, как бы можно это назвать.
Ты же оставь чуть-чуть. Дальше. Вы работали? В 21 веке. Но я хочу напомнить, что многие сравнивают, только эта идея сравнения недостаточно проработана. Многие вспомнили, кто читал в свое время роман Василия Аксенова «Остров Крым», вспомнили об этом, и много параллелей там было. Но я бы хотел отметить такую параллель, что Аксеновский Крым из альтернативной истории, ничего общего не имеющий с реальным Крымом в нашей истории, это свободное государство с запредельно высоким уровнем благосостояния, политической свободы, возникшее в 2020 году в результате того, что Крым не стал большевистским, а потом каким-то образом сохранил свою независимость во Вторую мировую войну. Однако в 80-м году, когда происходит действие романа, остров сам плывет в объятия Брежневской России и гибнет буквально в один день. Почему? Там много причин, но одна из них это так называемая идея общей судьбы и союз общей судьбы. Вот был у него там были такие люди, сторонники, одноклассники так называемые, которые 20 лет призывали, развивали эту идею общей судьбы Белого Крыма с Красной Россией. Это были хорошие люди, это была благородная идея, но привела она, они создали союз общей судьбы, который проголосовал за вступление Крыма в СССР, и буквально в 1-2 дня произошло вторжение, кстати, тоже в марте, как и в нашей реальности, операция «Весна», она у него называлась в романе, и мы видели эту операцию «Весна», начиная с 1 по 21 марта, кончая. Вот. Так вот, это были хорошие люди, которые из лучших побуждений создали идею общей судьбы, которая оказалась роковой для Крыма. А евразийская идея, это люди, там тоже были неплохие люди, ранние славянофилы, поздние славянофилы, князь Крупецкой, русский либерал, Савицкий, Святополк Мирский. На них, кстати, в 1994 году наш президент ссылался в своей небезызвестной лекции в МГУ, провозглашая впервые современное евразийство. Но понимаете, с ними их идея сыграла еще более злую шутку еще тогда, в 30-е годы, когда тот же Дмитрий Святополк Мирский на базе своих евразийских идей, на базе евразийской идеологии, но правда они еще раскололись на правых и левых евразийцев. Так вот, левые евразийцы просто стали агентами ГПУ, заморались в свою биографию, себя убийствами, участием в тайных убийствах, похищениях, а потом бежали в Москву, и Сталин их уничтожил в виде благодарности, как ему было свойственно. Казалось бы, после этого, после 1939 года, евразийство вообще не должно было возникать. С такой-то кредитной историей, какой банк выдаст кредит такому желающему. Вот. Тем не менее, в 70-е и 80-е годы возник Лев Николаевич Гумилев, сын двух великих русских поэтов, Николая Гумилева и Анны Ахматовой, но, к сожалению, во всем противостоящий, во всем противоположный своим родителям. И как ученый, в принципе, как ученый, Нурбулат Эдгеевич Масанов, мы обсуждали в Политоне, я посмотрел в архиве в 2005 году, тему евразийства, например, просто сказал, что в научной среде на него просто не принято ссылаться. Не потому, что кто-то запрещает, а потому, что он шарлатан. Что его научное учение это просто шарлатанство. И в научной среде ссылаться на них это значит убить свою репутацию. Тем не менее, Назарбаев в 1994 году сам или по совету своих советников берет эту идею на вооружение, прославляет имя Гумилева и, в принципе, преемственность между идеями Гумилева и идеями ранних евразийцев очень слабая. Преемственность между идеями, между нынешней политикой Евразийского союза еще более слабая. Даже с Гумилевым она слабо сочетается. Это сугубо политический проект. Вот в Википедии, например, в статье вчера посмотрел, Евразийский экономический союз предупреждают не путать с Евразийским союзом. А на Евразийский союз идет ссылка идеологии евразийства. Я же думаю, что предупреждение верное, но им можно пренебречь. Потому что говорится Евразийский экономический союз, подразумевается Евразийский политический союз. И прежде всего подразумевается антизападный союз. Вот в поддержку, или как сказать, в оправдание Гумилева часто говорят, что он хорошо относился к казахам, по-доброму относился к казахам в казахской истории, сидел в Казахстане, в сталинских лагерях, и это у него осталось. Это верно. Но неужели, понимаете,
дружить русским с казахами, он предлагал против Запада, против Европы, против Америки, против блуждающего этноса, он был еще и большой юдофоб. Вот. И вот я вот думаю, вот мы, казахстанские русские, мы, казахстанские казаки, неужели мы не можем уважительно относиться друг к другу, дружить, жить в одном государстве, создавать, улучшать это государство без помощи вот этих идей, ну, можно сказать, заблудившегося собственной идеологии человека, ученого, которого даже и науку ученого. Я думаю, вопрос этот ответ очевиден, вопрос достаточно риторический. Евразия сама по себе это имеется в виду просто большой континент, самый большой в мире материк, омываемый всеми 4 материками и делимый по Уральским горам на Европу и Азию. Все остальные значения это все псевдоквазия, это все выдумки, как правило, нечестные выдумки, имеющие в виду изолировать Европу и противопоставить Европе Азию. При том, что Азия огромная, и, скажем, Ближний Восток это одно, Средний Восток другое, Китай и Индия, скажем, третье и четвертое. Нужно нам это, нужна такая идеология? Но я думаю, нет. У нас, в принципе, мы пережили советскую идеологию, мы господство советской идеологии. Вот, видите, тут спорный вопрос. Я, например, не совсем согласен, когда утверждают, выглядит так в некоторых выступлениях, что Назарбаев не понимает, что делает, что он как кролик, как вот пасть удава, как вот те герои острова Крым. Я думаю, все прекрасно понимает, и либо он надеется переиграть Путина, но как вот Достан тут говорил, у него это не получится, либо по естественным причинам, ядерный потенциал и все такое, либо он надеется сохранить свою власть, если здесь, в Казахстане, ей что-то будет угрожать, то он надеется ее сохранить с помощью Путина. Вы понимаете, я о том и говорю. Просто не хотел употреблять это одиозное слово. Но по сути это так. И у нас, видите, после того, что проделала Россия в марте, даже вот знаете, не то, что в марте, есть такое исследование Игоря Яковенко, с ноября по март он исследовал изменения общественного сознания в России. И он пишет, что это другая страна. Помните, 1 марта профессор Андрей Зубов написал статью, в которой сравнил Путина с Гитлером, вспомнил про аннексию Судетской области. Его за это уволили из ГИМО, потом восстановили, потом опять уволили. Но было сказано, что сравнение некорректное, что, грубо говоря, Путин хороший, Гитлер плохой. Но вот смотрите, кончился март в апреле, и Андраник Мигранян, доверенное лицо Путина, личный идеолог Путина, публикует статью с нападками на того же Зубова, в которой описывает так, что и Путин хороший, и Гитлер хороший. Вот теперь в России так. И понимаете, ну как можно добровольно лезть в союз со страной, в которой Гитлер теперь хороший? Со страной, в которой одновременно принимают закон об ответственности за оправдание нацизма и в то же время оправдывают нацизм и что-то Миграняна, Следственный комитет по ответственности Вот тут возникает вопрос, что мы можем сделать. Если объяснить все это Назарбаеву, он все это и так понимает. Идти в Астану бить челом, призывать не подписывать Евразийский союз, ну, все равно подпишет. Или другой вариант, если вдруг сочтет для себя более выгодным не подписывать, будет ссылаться на нас же. Тоже не думаю, что нам это нужно. Тут спорный вопрос, очень спорный, это нужно искать на него ответ, но, допустим, я бы при всем скептицизме относительно обращения наверх, я бы все-таки не осудил бы, если бы такой вариант и поддержал бы. Может быть, если бы за этот месяц до назначенного подписания, если бы удалось составить короткую, четкую, ясную, буквально из нескольких абзацев петицию, которая объясняла бы буквально на пальцах, почему мы против Евразийского союза со всех позиций. Причем включала бы в себя разные мотивы, многие люди по-разному могут не принимать Евросоюз, и собрать, грубо говоря, 1 000 000 подписей. Возможно, это бы сыграло какую-то роль. Хотя скептически напомню, что за освобождение Жакиянова и Авлязова тоже был некогда собран 1 000 000 подписей, их освободили, но не тогда, а через несколько лет и по другим причинам. Тем не менее, вот такой вариант мог бы быть в плане, что можно сделать. Ну и, конечно, такой момент,
В принципе, евразийская идея настолько себя скомпрометировала, что можно было бы, не знаю каким образом технически, но, как бы сказать, утверждать в обществе мнение, вот как тот же Масанов говорил про идею, про научные заслуги Гумилева, что в научной среде они не то, что они просто не признаются, ну как самоочевидное, просто договориться, что не тратить время, как не тратится время на опровержение теории полой Земли, там, допустим, хронологии Фоменко-Носовского и так далее. Так вот, примерно так, такое же отношение евразийская идея, ну, евразийская идеология. Просто обман, в котором, который существует, осуществляется либо для российского империализма, либо для казахстанского, аккординского, не знаю, как это назвать, самосохранения. И в этом отношении просто поставить лес на этой идеологии, как на предмете обсуждения, и сосредоточить все усилия на том, чтобы не допустить подписания Евразийского союза. И если же все-таки он будет подписан, то, опять-таки, не знаю, каким образом он способствует тому, чтобы он остался на бумаге, как многие другие подписаны. Содержательное выступление доклад. Мынау аймақтан келген азаматтар сөз сұрап жатыр, жастар. Келесі сөз Макс Боқаев дейтін жігітке беріледі. Бар ма ол? Осайнолда. Ермек Нарбаевқа беру керек. Ол да сөз сұрап жатыр. Келеді. Салам алейкум. Қайырлы күн, здравствуйте. Менің атым Бакаев Макс Кебенұлы, Қазақстан азаматымын, Атырау тұрғынымын. Атыраудың. Енді менен бұрын айтып отырған сөздердің бәріне келсем, ағайлармен, келген қонақтар айтып отыр, бәрімен келсем. Өзімде бір 2-3 қосатын сөзім бар еді, соны айтайын деп едім. Біріншісі, Ресей біздің көршіміз. Біздер ешқайда кетіп қала алмаймыз, олар да кетпейді. Сондықтан Ресеймен біздер қалай болғанда да жақсы көрші болу керекпіз. Мен өзім 90 жылдан 95 жылға дейін Москвада оқығанмын. Москваның тұрғындарынан, Москваның Ресей халқынан еш жамандық көрген жоқпын. Бір осындай бір есіме түсетіні, бір университетке асығып метроға жүгіріп барып, вагонға кіріп отырғанда, кісілердің бәрін ішке қысып кіргенде, сонда бір әйел маған қарап, «Степи, что ли, скачешь?» деген сол бір ғана маған қазақ екенін білдіргені сол. Басқа жамандық көрген жоқ. Ал енді, ағай, қазір, енді, мына жерден біздер шыққанда бір түйіндеме болу керек. Түйіндеме болу керек, жаңа Дастан айтып кетті, тіпті соғыста болса да, соғысқа да дайындалайық деген. Соғыс керек болса, соғысамыз. Одан біздер қашпаймыз. Оншақты бір жауды алып кетеміз өзімізбен. Мен өзім қасында іншектерім бар, сол айтатын. Оншақты жауды алып кетем деген өзімнен. Енді бір осындай мақал бар. Әр соғыс бейбітпен аяқталады деген. Біздер соғыс біткеннен кейін өзімізге бір бағдарлама керек. Жаңа Қазақстанды қалай қалыптастырамыз деген. Сол жаңа Қазақстанға біздер, менің ойым, осындай бір қағида болу керек. Біздер саяси бейтараптықты жариялау керекпіз. Ешқандай саяси, әскери блокқа қосылмау керекпіз. Қазір біздер ОДКБ-ның мүшесіміз. Егер біздер сол саяси бейтараптықты жарияласақ, НАТО-ға да қосылмаймыз, ОДКБ-да қосылмаймыз, ешқандай саяси, әскери блок қосылмаймыз. Соны біздер жаңа Қазақстанның бағдарламасына біздер сондай бір қағиданы қосу керек деп ойлаймын. Енді тіл туралы тағы да бір тіл мәселесі дейтін бар бізде. Из Кыргызстана у нас есть гости. Великий киргизский писатель Чингис Айтматов в свое время сказал, что это был конец 80-х годов. У корейцев есть 2 Кореи, у немцев есть 2 Германии, у русских есть огромная Россия, а у меня у киргиза есть маленькая Киргизия, где я могу говорить по-киргизски. Хоть Казахстан ему гораздо больше, чем Киргизия, но больше нигде я не могу говорить по-казахски свободно, в полном объеме. Поэтому я обращаюсь к своим согражданам и к тем, кто
не казахской национальности, и тем, кто казахской национальности, кто плохо говорит по-казахски. Вы должны понять, что в Казахстане должен быть один государственный язык. Хочет человек работать на государственной службе, он обязан говорить по-казахски. Но в то же время мы не должны ущемлять людей, которые не понимают казахский язык. Не надо изобретать колесо, Есть Европейская хартия о региональных языках. Вот мы должны, основываясь на этой региональной хартии, вести свою языковую политику. Үшіншісі, егер біздер Қазақстан елі дамысын десек, дамыған ел болсын десек, біздер өзін өзі басқару жүйесін алға итеру керекпіз. Өзім регионна болғаннан кейін, регионда болып жатқан нелерді мен жақсы білемін. Сондықтан біздерде Қазақстанда егер региондар мықты болса, қазақ елі мықты болады. Сондықтан осы айтқан тағы да басқа айтатыным бар, бірақ осы кейінірек айтармын. Айтып жатырмын да бұрын. Ал енді тағы да мында Серікжан Мәмбетаев дейтін жігіт отыр, кеше Фейсбуктан жазған. Осына жиынның резолюциясына антиевразиялық неге жаңағы мына келісімшартқа қол қойған адам елді сатып жіберді, сатқым деп, соны бәріміз үйге барғанда айтып бару керекпіз. Кім мына осы келісімшартқа қол қояды, сол сатқым. Құрматқа беріледі, барлығыңыз тарихын боларсыз. Шымкенттен келген ағамыз, журналист, жазушы, қоғам қайраткері. Жол беріңдерші, шайнап кетейіндер ау. Еңбек семинарға шықпасаң да көрінесің, өлеңінде Қадірлі азаматтар, атым шаруа, фамилиям Пірмәт. Осы 20-30 жылдан бері қарай осындай саясаттың ішінде жүрмін. Бірақ еш нәрсеге қолым жетпей бара жатыр. Қазақшасын айтқанда, менің жасым 70-тен асты. Өзім тағдырым үшін қорықпаймын. Мен бірақ нәрседен, елімнің тағдырынан, бала шағамның, немере шөберелерінің тағдырынан қорқамын, сол үшін мен осында келіп отырмын. Шымкенттен келдім. Шымкент регион десеңіздер, регион қазақтың жаңағы негізгі дәстүрін сақтаған ауыл десеңіздер, ауылымыз. Ояқта да бір талай жігіттер бар, олар маған айтып жүреді. Айтыңыздар. Осының барлығы біздің режимнің нашарлығынан, жамандығынан, қазақшасын туралап айтқанда. Оны біз мынау жасарадан артық айта алмаймыз. Соның айтқанын туралы орындау керек. Мынау антиевразиялық қозғалыс. Оның документтеріне қол қоюымыз керек. Оны талқылаудың бұдан былай менің кейін қажеті жоқ. Бәрі түсінікті. Серікжанның мақаласынан бастап, жаңағыдегі осындағы баяндамашылардың барлығы жеріне жеткізіп айтты. Оған бәріміз қол қоямыз. Бірақ ары қарай не істейміз, соны ойлануымыз керек. Біз бір бастамашыл топ көруіміз керек шығар. Ол бастамашыл топ ретінде бүгінгі мына форумды өткізіп жатқан азаматтарға жүктеуіміз керек шығар, мүмкін. Менен кейін шығып сөйлеген азаматтардан осыны сұраймын. Региондарда осындай жұмыстар жүргізу керек. Осындай жаңағы форум болмаса да жиналыстар өткізу керек. Оған бастамашыл топ бас болу керек. Бірінші жаңағы мамырға шейін, қол қойылатын күнге шейін біз өткізуіміз керек. Астанада, тағы басқа жерлерде ауылдарға шейін өткізу керек. Мынандай орын таппайтын болса, біздің ауылдың жігіттері айтады. Онда біздің оңтүстік Қазақстанға келсін, отырар тауына шықсын. Баяғыда үш президент барып еді ғой. Ол жерге ешқандай рұқсаттың керегі жоқ, басқаның керегі жоқ. Сол жерге барсын, осы майдың ортасында мысалы күн жылған кезде. Басқа бұдан былай да, келесі жылдарда да бір жерге жиналу қажет болса, таудың басына жиналып сол жерде сөйлейік. Микрофон алып баруға болады, переносной электростанция апаруға болады, журналистер бара алады. Шымкенттің түбінде қашық емес, тау дегенмен биік емес, сол жерде біраз нәрсені шешуге болады. Сондықтан азаматтар, біз әрекет жасауымыз керек. Осы